Алдыңыздарда тұрған имам қатарыдағы айтып қояйын тақсырларым. Бізден алымдар кеңешінен, мұфтият тарабынан, бұға чейінки біздің алымдарыбыз тараптан келген бұл намаздың тәртібі ушул. Мешітке кірдіңіз бе, жұмаға кірдіңіз бе, қачан ошол имам намазды жиынтықтап, дуаларды жиынтықтағандан кейін кетсеңіз дағы ішіңіз біте берет туғандар. Азыр мына біз ассаламу алейкум рахматулла деп салам беріп, şu сол жаққа салам берішіміз менен ақсақалдардың башынан аттап şu жерден шығып жөнөбүз. Каяққа шашып атабыз туғандар. Şu 5 минут ерте шығып кеттің, не үшін күтті? Егерде ушунчалык зарыл ишин болгон болса, улағада отырып оқуын намазды. Ошол жерде отырып оқу, ешкімне билместен шығып барып ишиңи кыл. Бұл тәртіп туғандар. Көп делемес, 3 эле дуа кылынат. Намаз бүткөндө бир дуа кылынат. Өтүп кеткен ата-энелерибизди, бизге кызмат кылган ата-энелерибиздин рухуна бир дуа кылынат. Анан кийин пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын рухуна бир салават окуп дуа кылабыз. Болгон 3 эле дуа туғандар. Ушуга чыдап, адепти сактайлык. Мен сиздерди бул сураныч менен айтып атам тақсырларым. Кудайга шүрүнө мечитибиз толгон эл, ушул нерсени жамаатка келген ар бир адам оң кулак, сол кулак менен жүрөгүбүзгө түйүп алайлык.